аталатын Наурыз мерекесінің тарихы тереңде жатыр. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүниежүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан бері орын алған. Мерекенің негізгі мағынасы мен маңызы көптеген халықтар үшін ортақ болып табылады. Бұл жаңалықтың, жаңа бастау мен жаңарудың күні. Қазақстанда бұл мейрамға ерекше көңіл бөлінген. Себебі ол елімізде өмір сүріп жатқан сан халыққа ортақ мереке. Наурыз мемлекет қолдауымен тойланады. Демалыс жарияланып, барлық қалалар мен елді мекендер үлкен дүбірлі той орталығына айналады. Атаулы мереке Жаңаөзен қаласында да жоғары деңгейде аталып өтті. Теңге ауылы Атамұра мәдениет үйінің жанында Наурыз мейрамына арнап концерт ұйымдастырылды. Ұлық мерекені халықпен бірге тойлауға келген қала әкімі жиылған көпшілікті мерекемен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Қазақтың жаңа жылы аман берекесі оң бесік, аманға аманға, солдатқа аман есен жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңаөзен жайлай берсін, Теңге ауылында алғышылық мереке оң болсын. Ұлыстың ұлы күнін тойлауға жиналған көпшілік қазақтың ұлттық салт дәстүрлерін ұлықтайтын көріністер мен ауыл өнерпаздарының өнерін тамашалады. Одан бөлек жігіттер қауымы күресіп, кіртасын көтеріп, қол күрестіріп, өзара бақ сынаса, бозбала мен бойжеткендер Алтыбақан маңында бас қосты. Құрметті мына қазақстандық халықтар, бүгінгі Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Барша бүкіл Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Біз Жаңаөзен қаласының Теңге кентінің мекенінде тұрамыз. Теңге кентінің бүгінгі тойы өте керемет болып өтіп жатыр. Бүгін әжелердің көріністері және жастардың өнерлері, келіндердің жаңағы сәлем ету көріністерін көрсетіп, өте керемет болып жатыр тойларымыз. Ал тек жаңа жылдан жаңа жылға жете беріңдер. Келіп жатқан Наурыз тойы құтты болсын. Осы халқымызға құт береке әкелсін. Жақсы деңгейде өтіп жатыр. 60 жылдық дейді ғой, Теңгенің 60 жылдығына. Осы жерге көшіп келгенімізде 41 жыл болды мен Түркменстаннан. Осы көріп жатырмыз, жылда Наурыз тойы болып жатыр. Биылғы Наурыз тойы құтты, жақсы жыл болып жатыр. Наурыз көктемгі жаңару мен жасампаздықтың көрініс табатын, ұлт пен ұлыстың асыға күтіп тойлайтын мағыналы мейрамы. Әз Наурызды Кендірлі ауылының тұрғындары да жоғары деңгейде тойлады. Ақшаңқан үйлер тігіліп, ақ-дастархан жайылып, жұртшылық мәдениет үйінің алаңына жиылды. Ақ мол болсын, елдің тыныштығы, бейбітшілігі болсын. Рахмет, мынандай жиын құрып. Жақсы өтіп жатыр, спорт шаралары, ән, күй, бәрі болып жатыр. Осы елдің тыныштығы болсын, Қазақстанның, Жаңаөзеннің халқын құттықтаймын жаңа жылменен. Аман болың. Көргенде қуанасың таза әуені, жүретке сезілгенде жаз әуені, жыл сайын тойланатын мәңгі бақи, Наурызым құтты болсын, қазақ елі. Нұр себеле ұлыстың ұлы күні тақырыбындағы мерекелік бағдарламада мәдениет үйінің өнерпаздары ән жырларына өйлетіп, өнерлерін паш етті. Мерекелік жиында Маңғыстау облыстық спорт басқармасының ұйымдастыруымен бірқатар ұлттық ойындардан жарыс өткізілді. Садақ ату, ләңгі тебу, кіртасын көтеру, арқан тарту, тоғызқұмалақ секілді ұлттық ойындар тартысты өтті. Ал жас палуандар боз кілемде белдесті. Атшабарда көкпар тарту, аударыспақ ойын ұйымдастырылды. Ұлттық нақышта киінген көпшілік шаттық думанды қызыға тамашалады. Ұлыстың ұлы күні мерекесін тойлап жатыр. Сол мерекеміз құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңа жылымыз жақсы жыл болсын, жайлы жыл болсын. Мереке құтты болсын, оң болсын. Осында көпшілік тек тойда жинала берсін, дендері сау болсын, жұртымыз аман болсын. Жылда осындай ұлттық киіммен келем, тойлап кетем, маған қатты ұнайды. Негізі менің мақсатым жаңағы ұлттық киімдерді дәріптеу. Мен балдарыммен осындай ұлттық киіммен көрсем, балдар өте қызық оларға. Қазақи құндылықтар дәріптелетін бұл мейрамда ауыл тұрғындары Наурыз көжеден дәм татты. Жомарт жүрек кәсіпкерлер балаларға тәттілерін үлестірді. Осылайша көпшіліктің көңілі көтеріліп, ұлыстың ұлы күнін думандатып тойлады. Жыл басы әз Наурызды тойлауға Рахат ауылындағы колледж, емхана, мектеп пен балабақша ұжымдары киіз үй тігіп, дастархан жайып, бір кісідей атсалысты.
Шараға қала басшылары мен ауыл ақсақалдары қатысып, жиналған жұртшылыққа ыстық лебіздерін жеткізді. Құрметті ағайын, бұл елімізге жаңа жыл береке әкелген, мемлекетімізге молшылық, халқымызға игілік, әр отбасыға, баршаңызға шаттық, тілек, береке әкелген. Биылғы мереке Наурыз жаңа жылымыз еліміздегі Рамазан айы ораза мерекесін тұтатыс келіп отыр. Баршаңызға ораза мен қабыл болсын деймін. Мереке қонақтары мен ауыл тұрғындары өнерпаздардың концерттік бағдарламасын тамашалады. Мұнда әжелер ансамблі ән шырқап, дәстүрлі өнер өкілдері жыр терме айтты. Бишілер мың бұрала билеп, көрерменге мерекелік көңіл күй сыйлады. Сонымен қатар ұлттық спорт түрлерінен мықтылардан анықтайтын сайыс ұйымдастырылды. Шара шеңберінде ұлттық киім байқауда өткізілді. Қазақтың құрт балғаймағы сынды ұлттық тағамдарынан жәрмеңке көрсетілді. Адамдардың барлығы да жүздері жайдарыңқы күлімді. Еліміз аман, жұртымыз болғай, жұртымыз тыныш болғай. Мына Жаңаөзен гүлдене бергей, Жаңаөзен Алла тағала, Жаңаөзен мұнайлы өлке әр уақытта тек біздің жаңағы жарқын жұлдызымыз болып, жарқырай бергей. Ал ел аман, жұрт тыныш болып, балдар аман болғай. Барлық Жаңаөзеннің халқын, Қазақстанның халқын Наурыз мерекемен құттықтаймын. Біріншіден Қазақстанға тыныштық тілеймін, молшылық тілеймін, аманшылық тілеймін. Ешқашан біздің қазақтарымыз жамандық көрмей, ендігі жылғы аман есен Наурыз мерекесіне жеткізсін деймін. Ұлыстың ұлы күні Наурыз. Жаңаөзендіктер әз Наурызды думандатып тойлады. Жұртшылық мерекені тойлауға таңмен таласа, мұнайшы мәдениет үйінің алаңына жиылды. Ақшаңқан үйлер қазғатар тігіліп, қазан асылды. Ұлттық нақышта киінген жұрт дәмнен ауыз тиіп, мәз мейрам болды. Солардың бірі жаңаөзендік Жановтар жанұясы. Немерелерін жанына ертіп, Наурызды тойлауға келген олар, ұлттық мейрамның ұлылығын ұрпағымыз сезініп, көріп өту керек дейді. Ұлттық мерекені қызықтасын, естерінде қалсын, қазақтың Наурызын осы балдар білсін деп ертіп шығып жатырмыз. Оң болсын, құтты болсын. Жылдан жылға аман сау бауырымызды ойнап жете берейік. Ұлттық киім деп кеше бір күн арнап күн қойып жатыр. Спорт күн деп жатыр. Наурызға қарсы барлық бар. Оң болсын, құтты болсын. Ұлттығымыз ұлғая берсін. Мерекелі жыл болсын. Бүгін мереке, бүгін жайлау тойын тойлаймыз. Қосты жығып, үйді осында тігіп, бірлікпен ынтымақта тойлаңдар. Наурыз биыл ерекше қарқынмен тойлануда. Өйткені бұл мейрамды батыс жұрты бір апта бұрын амалдан бастайтын. Биыл президентіміз Наурызнама 10 күндігіне сәйкес әр күннің аталымын бекітті. Бұл ұлыстың ұлы күнінің мән мазмұнын арттырып, рухани құндылықтарымызды байыта түспек деді жұртшылықты мейраммен құттықтаған қала әкімі. Құрметті ағайын, құрметті жерлестер, бүгін енді Алланың қалауымен аспанымызда нұр себелеп тұр. Енді осы 2024 жыл әр шаңыраққа осы нұрымыз құт береке ырыс болып келген дейтін Алладан үлкен тілегіміз бар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айдан айға, жылдан жылға, амалдан амалға аман есен жете берейік. Жол құтты болсын. Мұнайшы мәдениет үйінің өнерпаздары көпшілікке Алтыбақан ойын-сауық этно-фольклорлық концерттік бағдарламасын ұсынды. Қазақ хандарының елді бірлікке, ынтымаққа шақыруы сахналанып, ақ жаулықты әжелер ән салды. Дәстүрлі ойындар шырқалды, мың бұралған арулар әсем биімен кеш көркін қыздырды. Ұлыстың ұлы күні Маңғыстаудың халқы ұмытпай сақтап келген 13-14 наурыздан бастап, міне 22 наурызда мерекеміз жалғасып жатыр. Алла тағала сізді әулетті қылғай, салтанатты сәулетті қылғай, таусылмайтын дәулетті қылғай. Қазандарың майлы, көңілдерің жайлы, ұрпақтарың өздерінен артық сайлы болғай. Алла тағала сізге жасыңызға жас, басыңызға бас қосқай. Қазақ еліміз тыныштықта ақыр заманға дейін аман өсіп өркендеп, ұрпақтары жайлы бергей. Мерекеде ұлттық бұйымдар мен ұлттық тағамдар көрмесі ұйымдастырылды. Жәрмеңкеде жеке кәсіпкерлер, қолөнер шеберлері өздерінің дайындаған өнімдерін көпшілік назарына ұсынды. Олардың қатарында киізден дайындалған киімдер, әшекей және сәндік бұйымдар, ағаштан жасалған дүниелер, жартылай дайын ас өнімдері қойылды. Жаңа жыл құтты болсын, ағымыз мол болсын. Мен бүгін кеше Қызылсай ауылынан
көрмеден бірінші орын алып, бүгін қалалық сайысқа шығып тұрмын, қаланың көрмесіне. Бүгін мен өзімнің қолымнан шыққан бұйымдарымды алып келдім. Жадағай шашақтарына қазақи өңірлерге тағатын, кәдімгі бүтіндікпен бая әжелеріміз таққан ғой. Енді қазір кешегі көрмеге қатысқалы маған көп заказ түсіп жатыр. Ескі мен жаңаның синтезі ақжаулықты әжелер арасында дәстүрді дәріптеген әжелер атты ұлттық киімдер байқауы өтті. 13 әже қатысып, қазақи киімнің үлгісімен таныстырды. Жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ мерекелік бағдарламада ұлттық ойындарымызда ұмыт қалмады. Күрес, кіртасын көтеру, асық ату секілді спорттық ойындар ойнатылды. Ал тұлпар мінген серілердің нәзік жандыларға гүл шоқтарын сыйлауы бүгінгі мерекенің ажарына шықтай түсті. Қазақ халқы Наурыз мерекесін асыға күткен. Қыстан аман шығып, ағайын туыстың хал жағдайын сұрап, сағына көрсетін жұртымыз көктемде жер жаңарып, мал төлдегенде қарсы алатын бұл мейрамды ежелден бері тойлап келеді. Бүгінде ата дәстүріміздің үзілмей жалғасын тауып жатқаны қазақтың салтқа берік, аманатқа адал екендігін көрсетеді. Еліміз жыл сайын әз наурызды өз деңгейінде атап өтіп, жас ұрпаққа үлгі өнеге беруде. Тәуелсіздігіміздің арқасында қайта жаңғырған, дәстүрімізді дәріптеп, асыл мұраларымыздың бедерін айшықтауда орны ерекше бұл мереке қазақ халқы үшін жақсылықтың бастауы бола бермейді.